Баршаңызға сәлем достар. Біз бүгін таңертеңгісін ерте тұрып Айшаны сабаққа барып, содан кейін сразу Айтөренің еміне шығып кеттік. Біз бүгін 10-ші күн барамыз. Мен ұлымда ЗПРР деген диагноз. Хан медикал клиникасында ем алып жатырмыз. Бүгін 10-ші күн аздаған результаттар бар. Және алдағы уақытта жақсы результаттар болады деп күтемін. Егер тағы да жақсы результаттар болып жатса, сіздермен бөлісемін. Бұл жерде 6-7 процедура бар. Соның ішінде осындай нүктелі массаж, лого массаж, ине салады, бас аппарат қояды, денесіне тоқ қояды, және де укол салады. Одан кейін осындай аппаратта жыламай отырады, тек қана ине салған кезде жылайды, және де укол салған кезде жылайды. Балалар негізі үйреніп кетеді инеге де. Содан шығып, Айшаны сабақтан алып, Айтөренің шашын алдырып алдық. Сонымен кештетіп үйге келдік. Алматыда қар қалың, өте көп жауып тастаған. Биыл қыс өте ұзақ болды. Айша кафеге барайықшы деп папасын кафеге сындырды. Сонымен кафеге апаратын болып келісіп, папасы Алматының пробкасына қарамай кафеге шығып кеттік. Осындай бір кафешкаға келе салдық. Пробка екен қаланың бәрі. Бірінші рет келіп отырмыз осы жерге. Енді қазір көреміз қалай екен. Іші осындай қарапайым асхана екен. Ең бастысы енді тамақтары дәмді болса болды. Кішкене іші салқын екен, сол үшін шешінбей отырмыз. Денеміз жылынған соң шешінеміз деп Айша, как всегда, бургер, фри заказ берді. Одан кейін папамыз осындай лагман заказ берді. 3-4 түрлі подливы бар екен. Сосын біз ортаға осындай хачины заказ бердік. Мен өзіме осындай цумян заказ бердім. Жақсылап, дәмділеп, тамақтанып алып, Алматының пробкасымен үйге қайттық.